Сәлем достар, өте дәмді булочкалар пісіреміз. Ол үшін алдымен тұз, қант және 2 жұмыртқа, жылы су, жылытылған сүт, сұйық май және ашытқыны қосып араластырып аламыз. Үстінен бірнеше бөліктерге бөліп, ұнымызды қосамыз және қопсытқышты қосып қамырымызды илейміз. Алдымен осылай қолымызға өте жабысқақ болады, артынан мүлдем жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Уақыт өткенде ашып қарағанда, міне осылай өте жұмсақ қамырымыз ашып дайын тұрады. Жаятын жерімізге аздап сұйық майды қосып аламыз, қамырымыз жабыспас үшін. Және өзімізге ыңғайлы әдіспен, оқтаумен немесе мен секілді осылай қолмен жазып алсаңыздар болады. Біраз ерітілген сары майды арасына осылай жағып шығамыз. Және жан-жақтарын біркелкі етіп, 3-ке қабаттап ораймыз. Достар, менің салып жатқан видеоларым сіздерге ұнап жатса, қазақ тілді контентті қолдап, лайк басып, тіркеліп, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңызды мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз және булочканың формасын келтіріп аламыз. Қарап тұрғандарыңыздай өте оңай, азғантай ғана уақыттың ішінде дайын болады. Кез келген дастарханыңыздың сәнін келтіреді, тіпті балаларға мектепке дәм ретінде беріп жүрсеңіздер болады. Барлығын формасына келтіріп дайындап алғаннан кейін, 1 жұмыртқаның сарысына аздап сүтті қосып араластырып аламын. Дайын болып тұрған қамырымыздың бетіне жағып, кунжут немесе мак себемін. Және 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутқа қойып пісіріп аламын. Осылай өте дәмді тәбетті ашатын булочкаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып шығады. Жасап көрсеңіздер, комментарий бөлімінде қалай шыққанын жазып кете отырыңыздар. Сіздерге ас болсын. Амандықта кездесейік.